Қытай көліктерінің плюсын және жасырмай минусын айтамыз ғой. Иә, әрине. Қайсынан бастаймыз? Давайте енді минустан бастап көрейік. Бір жылға жетпей көлік апатына ұшырадым. Неге басқа көлік емес, неге Қытай? Құдайға шүкір, бәрі кредит, рассрочка деп отыр. Неге нарыққа арзан бағада бұлар кіріп жатыр? Ал оннан машина алу деген ол арман еді. Қытаймен бірге бәсекелес болатын кімдер бар? Қазір нарықты Қытай автомобильдері жаулап алған. Қазір сатылатын әрбір үшінші көлік бұл қытайлық. Жұртшылықты сонша таңғалдырған бұл көліктердің сапасы ма, әлде бағасы ма? Автоэксперттердің сөзінше 2024 жылы нарыққа 80% Қытай, 20% Дубай және Корей көліктері кірген. Автосалондардан бөлек танымал көлік сататын сайттарда да төмен бағада Қытай көліктері. Сонша сұранысқа ие болған автомобиль елді немен қызықтырды? Жердегі не үшін Қытай көліктерін таңдадыңыз? Потому что бұл көлікке мен қызығушылығы мен 2019-да бұларша бастап шыға бастады. Сол кезде мен барған кезде менің біріншіден бұның жаңағы ақша мәселесі. Потому что ақша деген бұл өте арзандау болды. Арзандау болғанда жаңағы басқа машиналар қымбат болды. Бұл менің өзімнің қаражатыма лайық болғаннан кейін осыны алдым мысалы. Ал оннан машина алу деген ол арман еді. Әзір салонның есігін теуіп кіріп любойын аласың да. Құдайға шүкір, бәрі кредит, рассрочка деп отыр. Бірақ енді берін Қытайдың машина наличка алатын болсаңыздар, біраз скидкасымен береді. Айтыңызшы, Қытай көлігін алған уақытта ең бірінші не нәрсесіне қызықтыңыз? Басқа көлік емес, неге Қытай? Қолжетімді, қаражаты бойынша. Екіншіден дизайн. Қыздар үшін әдемі жасалған өте. Бұрындары автосалоннан машина алу үшін кәдімгідей үлкен қомақты қаржы керек болатын. Автонесие алғанның өзінде де алғашқы жарнасы қанша болатын? 50%, 30%, ол кәдімгідей үлкен ақша. Мысалы, көлігің 20 миллион тұратын болса, оның 50%-ын салу өте қиын. Қазір нарықта ол кәдімгідей қолжетімді болды да. Таңдау, үлкен таңдау. Көлік алғысы келетіндер Қытайдың көліктері дегеннен кейін бір көкейінде қандай да бір күдік болатыны ол жасырын емес. Бүгін енді біз репортажда жалпы Қытай көліктерінің плюсын және жасырмай минусын айтамыз ғой. Иә, әрине. Қайсынан бастаймыз? Давайте енді минустан бастап көрейік. Минусы ол көбінесе қорқып жататындан бізде робот, коробкасынан қорқады, робот и вариатор деп жатады, содан қорқады и моторынан. Трассада, үлкен трассада қатты жылдамдықты ұстай алмайды. Мысалы, мен 100-ден асырып көрдім трассада. Жеңіл болғандықтан ұстай алмайтын шығар. Қимылдайды кәдімгідей машина жан жаққа. Тура жүре алмайсың. Сондықтан алыс шақырымдарға бару бұнымен біріншіден ұзағырақ, екіншіден ыңғайсыз, қауіпті, әсіресе кішкентай балалармен барған кезде. Қаланың ішінде жүретін машина ғой. Енді мынандай мәселе бар. Біріншіден жаңағындай сувенир мәселесі бойынша. Потому что қазір мен мысалы сол кезде мен осыны мысалы алдым. Где-то бір 7 миллион теңгенің әңгімесі болған сол кезде. Мысалы қазір бұны 7 миллион оны точно сатамайсыз. Не үшін? Потому что бәрі Қытай деп не етеді. Пробег болғандықтан жаңағы даже автосалонның өзі мысалы бұны жоқ деген 30% төмен алады. Нежеграничный. Енді қиын болады ау. Қиын болатын шығар, білмеймін. Потому что қазір бәрі Қытайда деп жүр ғой, көреміз. Оны әзірге сату деген ниет жоқ. Бір нәрсені ескерте кетейін. Бұрынғы вариатор Ниссандардың, Ниссан Жук, Қашқайлардың коробкасы емес, уже бұл доработанный система. Оны уже қытайлықтар дорабатывать еткелі жатыр, но бірақ оны минус қып біз қалыптастырып алғанбыз өзіміздікінде. Но менің көзімше негізі минусынан қарағанда плюстар көп. Себебі олардың дизайндары өте әдемшелеу. Мысалы бізде, например, полный комплектацияға Toyota Camry'ді алатын болсақ, например, R2 пустой комплектацияның бағасы 8 миллион болса, полный комплектацияның 11-12 миллионға барады, 3-4 миллион разница. Ал бұл жерде былай ғой, полный комплектация 360, арзан, 360 камерасын қояды, панорама крыша, бізге не керек, соның бәрін жасап береді. Бұл айтқанда Қытайдан біз жамандылық көріп жатқан жоқпыз. Тағы да бір тұрғындардың көкейіндегі сұрақ, 5 жылдан кейін немесе 6 жылдан кейін кредитке алып алған машинамыз как сувенир ретінде де тұрып қалмай ма дейді, жарамсыз. Запчастарынан мысалға жарамсыз. Запчастарынан именно енді біз Алматыда тұрғандықтан, Алматы бізге енді Қытай жақын ғой, 230 километр жап жақын. Қытай енді машина
машина жаратқаннан кейін ол ішкі наоборот негізі Қытайдың политикасын айта кетейін сіздерге. Бұл жерде машинадан бағадан ақша көрмейді. Бұлар наоборот бұзылғаннан кейін например есігін ауыстыру керек, моторын ауыстыру керек, басқа заттарын ауыстыру керек. Вот сол жақтан бағасынан ақша ұстайды. Негізі фишкалар сода. Может машинаны қазір арзан 8 миллионға беріп жатқан шығар, бірақ ол енді түбінде бұзылады ғой 5 жылдан кейін. Вот сол кезде запчастьпен қамтаймыз деп тұр. Қазіргі таңда машина кіру үстінде 5 жылдан кейін бізде уже үлкен заводтар именно запчастьтар шығуы мүмкін. Ол уже анық. Неге нарыққа арзан бағада бұлар кіріп жатыр? Нарықта өзіндік бір орнын қалыптастырып қалу үшін ба? Басқалармен бір бәсекелестік болмау үшін ба? Негізінде былай ғой, Қытай үлкен мемлекет болғандықтан олар налығы минимальный маржа дейді. Кішкентай бір 100 теңге, 200 теңге қойып, содан количествоны ұтып жатыр да бұлар. Бұлар былай айтқан кезде мен жаңада сіздерге қайталап айта кетейін. Дубай еліне уже лантралар кірген, селтстар кірген, үлкен бүкіл аумақты жаулайын деп тұр. И минимальный продажамен. Жаңа 100 жыл бұрын Япония кірді ғой, например, арзан бағамен, қазір уже сапамен олар белгілі да, ауып кетті. Бұлар да ақырындап рынокқа Қытаймен арзан кіреді, сосын барып бұлар уже качествоға кетеді. Басында арзан болды. Арзан кетеді, сондықтан неліктен бұлар ауқымды жаулау политикалар. Жалпы Қытаймен бірге бәсекелес болатын кімдер бар? Енді шынай айтайын, енді мен шын айтамын всегда. Қытайға бәсекелес көріп тұрған жоқпын. Өйткені Россияға да кіріп жатыр, Өзбекстанға да кіріп жатыр, Дубайға да кіріп жатыр. Даже мен таңғалмайым, бір 5 жылдың ішінде Европаның ішінде жүрсе. Европаға кіруге мүмкіндік бар, біз оны қарастырғанбыз. Бірақ ол жақта кішкене документ жағынан қиындау. Бірақ өйткені электрокарлар ол жақта өте сұраныста, гибридтер сұраныста. Қытайдың нарығына ол жаққа апару үшін просто кішкене жаңағы растаможка, утиль, перевичка деген сияқты заттары бар, көп болып келіп жатыр. Если сол нәрселер шешілетін болса, ол жақта да жүреді. Бірақ бір жылға жетпей көлік апатына ұшырадым. Көлік апатына түскен уақытта сіз оны жөндеу жұмыстарына апардыңыз, Тек қана Қытайдан арнайы жалдап алуға тура келді. Сол жақтан жеткізілді, бірақ аты енді прям Қытайдан деп айтамыз ғой, бірақ тез арада келеді. Ол қиын емес екен. Барып біздегідей базарға барып ала салатын ондай жоқ. Бұның потому что қазір елдердің былай айтуы бойынша 2026-ға дейін ғой деймін, по-моему, почти 70% Қытайға отырады деп жатыр. Оны білмейміз енді. Бұл мысалы біз әзір өздеріңізде көріп жүрген шығарсыздар. Алматының өзінде мысалы 2-ның бірі Қытайда дейді. Ішкі дизайна келетін болсақ, қараңыздар, даже старт-стоп, климат-контроль, электропередач, жаңа панорамасы, өздеріңізге айтқандай. И даже рульдің өзін былай айтқан кезде өзге ішелеу, әдемі дизайнмен шыққан, дисплей бар. Жаңа айтып тұрғандай ішкі кожасы персик салон. Бұлардың қарасы да бар. Даже дизайнның өзі әдемі шелегелген, фиолетовый сызықпен, толық комплектацияда. Так, дизайнер мәселесі бойынша мысалы 2019 бен 2024-дің разницасы үлк жер мен көктей. Не үшін? Потому что 2019-дардағы қазіргі функциялар мынандай, ал 2024-тегілердің іші бірем самолет. Ішіне бүткілін жаңағы салып тастаған. Даже массажға дейін кейбіреуінде бар мысалды. Басасын бірдеңе бір орыннан қозғалу дейді, артқа жүру дейді, бірдеңе шірдеңе. Неге мысалы мен механик алдым? Мысалы 2019-да шығып атқан кезде мен автоматыда болды бұның. Потому что мен қорыққанда механика не үшін бір қазаққа механика деген сөз жағымызды болды ма? Сол үшін мысалы өзіме ұнаған механика. Қытай көліктерінің барлығы арзан бағада сатылып жатыр деп айтып жатыр енді барлығы. Бағасы тиімді, арзан дейді. 9 миллион, 10 миллион теңгеге машинаны алдың. Егер қолма-қол алатын болсаң, бұл өте тиімді. Ал егер оны несиеге алатын болсаң, сен 2 есе былайша айтқанда қораға кірдің деген сөз ғой. Өйткені банктың қосатын пайызы өте көп. Одан кейін бұл машина бірнеше жылға не гарантированный деп айтады ғой. Сондықтан қаншалықты тиімді? Жалпы кредитке алдыңыз ба? Автонесие ғой барлығымызда. Оның тек қана алғашқы жарнасы ғана ыңғайлы. Көп адамдар автосалоннан машина алып алғашқы водитель болғысы келсе, жүргізуші болғысы келсе, ыңғайлы қолжетімді да, бірақ ары қарай оны мысалы 9 миллионнан басталмайды Қытайдың машиналары, 7 миллионнан басталады. Өте ыңғайлы, бірақ егер сол ақшамен келіп алатын болсаң, автонесиемен алатын болсаң, кез келген несиенің пайыздық мөлшерлемесі болады. Бұл жерде қанша жылға аласын соған байланысты. Мысалы, саған 7 жылға берсе, банк
7 жыл соны төлеп жүріп алмау керек та. Ол кезде ол тиімсіз. Әрине Алматыдан 2 бөлмелі пәтер алуға болады ол ақшаға. Бұл жерде ұштастыру керек сияқты қаржылық сауаттылықпен мысалы сол ыңғайлы шансты пайдалану керек. Иә, алуын алып алуға болады несиеге, бірақ ары қарай дополнительно ақша жинап, қосымша ақшамен үстінен тезірек жауып тастау керек та. Бұл енді тәртіпке, дисциплинаға қатты байланысты. Бүгін Қытай көліктеріне жалпылама шолу жасап шықтық. Шолу деген жарнама емес, ара жігін ажырата біліңіз. Егер көлік сатып алам десеңіз, өзіңізге нық сенімді болып, асығыстық танытпай тексерілген маркаларға жүгініңіз. Қытай көліктердің саны қазір көбейгенмен, сапасын араға уақыт салып бірге көреміз.